Құрметті көрермен, біздің бағдарламада сондай-ақ министрлер мен депутаттар ел ағаларының сіз естімеген бейресми форматтағы сұхбаттарында көре аласыздар. Билік өкілдерінің біз білмейтін сырлары мен күнделікті тірлігінен құр қалмаңыз. Ендеше кезекті әріптесім Медетжан Ізғұттыға берейік. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін біз нағыз өз ісіне берілген кең жүректі аңыз адаммен сұхбат құрмақпыз. Ол медицина ғылымдарының докторы, профессор, академик, бұрынғы денсаулық сақтау министрі болған, мәжіліс депутаты болған дәрігер маман Жақсылық Досқалиев. Ол кісі бізді мына ғимаратта күтіп отыр. Олай болса, ішке кірейік. Ассалаумағалейкум. Амансыз ба? Қалай? Келдіңіз бе? Қалыңыз қалай? Дұрыс. Денсаулығыңыз жақсы ма? Дұрыс, бәрі. Мықты маман болу үшін, дәрігер болу үшін тек қана білім жеткіліксіз, жарайды, білім болу керек мықты. Бірақ жүректе керек қой, оның үстінде хирург болу үшін. Қаншалықты жүректі адамсыз? Жоқ, енді мынау хирургия саласы дұрыс айтасыз, адам жүректі болу керек. Адам, былай айтқанда, қажырлы болу керек. Кейбір жағдайда, мысалы, бір қиналып қалатын жағдай болу керек. Сол кезде сол қиналған жағдайдан жеңіп шығу керек деген секілді. Әрине, жүректі болу керек. Мен өзімді ойлаймын, мен жүректі адаммын деп. Мен ештеңеден қорыққан адам емеспін. Ештеңеден қорықпаймын. Оны айтып отырғаным енді кезінде жасырын емес қой, істі болған кезіңізде де біраз науқастанып қалдыңыз, бірақ бәріне шыдап шықтым, бірақ ең ауыры сол абақтыда отырған кездегі жалғыздық деп айтыпсыз, ең қорқынышты. Мен сізге бір нәрсені айтайын. Енді бұл бабалардың әңгімесі. Дүрмегін тартып алсаң да, жүрегін тартып ала алмассың. Кәсібін тартып алсаң да, нәсібін тартып ала алмассың. Жарығын тартып алсаң да, қараңыз, жарығын тартып алсаң да, дарынын тартып ала алмассың. Барлығын тартып алсаң да, тағдырын тартып ала алмассың деген бар. Бұл менің тағдырым. Түсіндіңіз бе? Менің тағдырымды ешкім тартып ала алмайды. Сынақты сүйетін құлдарыма салам деп. Бәлкім Алланың салған сынағы шығар. Досқалиев мырзамен сұхбат барысында бізге ол кісінің бір пациенті келіп, тойына шақыртуын беріп кетті. Бұндай жағдайлар жиі болып тұрады дейді өзінің айтуынша. Кел айналайын. Қалай жағдай? Жақсы. Мен сізге тойға шақыру атырмын. Кімнің тойына? Мен тойыма. Бұл енді менің қызым деп айтуға болады. Осыдан 4 жыл бұрын, солай ғой да? 4 жыл, 4 жыл бұрын біз бөтекесін ауыстырдық. Дәрігерлерге, бүкіл трансплантологтарға үлкен қуаныш айналайын. Сіздің арқаңызда ғой. Жоқ, өмірімді жалғастырады. ол алдымен енді өзіңнің бақытың. Енді мен өте қуаныштымын. Осылай пациенттеріңіз жиі келе ме өзіңізге, тойға жиі шақыра ма? Енді күніге келмет дегенде 10 шақты пациенттеріміз келеді. Аяқтан шалған адамдарды білесіз ғой енді. Ол кісілерге өкпе ренішіңіз болмаса бір кек сақтап жүрген жоқсыз? Өкпе айтып, оның қажеті жоқ. Оны ешкім тыңдамайды, ешкім естімейді. Сен айтқан нәрсең ол жарға айтқанмен бірдей. Түсіндіңіз бе? Сосын мынау жаман нәрселер тез ұмытылады ғой. Тез ұмытылады. Мысалы, жақсы нәрсе мінекей жасалған, келіп тұр, айналып келіп тұр, көрмейсің бе? Ал жаман нәрселер ол тез ұмытылады. Сондықтан оларға өкпеледің не, өкпелемедің не. Ол дәурен қайтып келмейді. Тіпті не істесең де. Сондықтан ол босқа, мен ойлаймын, босқа іс-қимыл деп ойлаймын. Кек жасаймын, жаңағы сөйтем бе, ол керек емес нәрсе. Қаншалықты баймын деп айта аласыз өзіңіз? Мен енді өзімді бай деп айта алмаймын. Менің тұратын үйім бар. Мысалы, ішетін тамағым бар. Енді киімім бар. Көлігіңіз бар, басты сол материалдар. Көліктің де менде арзан қымбат көлік емес. Мендегі мініп жүрген ол арзан көлік. Менің алатыным
мысалы мен доктор наук, профессор деген сияқты күрделі операция жасап жатырмын деп 320 мың сондай аламын. Мен жалақы. Мен пенсиядамын. 156 мың теңге пенсия аламын. Түсіндіңіз бе? Мен мынау қосымша жұмыс жасап жүргенім, менің немерелерім бар. Немерелерім жаңағы Алла беріп, тройня, үшем дейді. Солар енді жаңа мен мазалай береді. Ата маған анау керек, мынау керек, анда деп. Соларға жаңағы енді мынаны алып беріп, еркелету үшін осылай жаңағы қиын болса да жұмыс жасап жүрмін. Қаншалықты жақсы әкесіз, қаншалықты ұлыңызға болмаса қызыңызға жақынсыз? Ол менде тіпті жақындайтын көп бала жоқ. Небәрі бір ұл, бір қыз. Екеуі де маған өте қымбат. Мен енді жақсы әкемін, мен жақсы деп мен айта алмаймын. Бағаны олар береді. Мен мысалы өзімнің әкеме бағаны беремін. Мықты адам болды, тәрбиеледі, соғыстың ардагері, еңбекке үйретті, тазалыққа үйретті, ар намысың өзіңмен бірге болуың деп соны үйреткен адам. Бір әттеген-ай деген өкінішті сәттер болды ма? Болды. Бір осыны істемедім, болмаса жүзеге асырмадым деген. Болды. Көп па? Ол әттеген-ай деген жаңағы сөзге қайтадан оралатын болдық қой. Қасыңдағы адамдардың кім екенін уақытында танымай қалдым. Артық, былай айтқан, сенімшілік білдірдім. Артық сенімшілік. Енді орысша айтады ғой, излишнее доверие деп. Вот соған өкінем, осыған неге сөйттім деп, осыған неге көп сендім. Кейін мені алдап кетті ғой, осындай абыройсыздыққа қалдырып кетті ғой деген сондай өкініштер болды. Жақсылық Досқалиев дәрігерліктен бөлек ғылыми жұмыспен де айналысады. 50-ден астам өнер табыстың иесі екенін білеміз, және де сол өзі ойлап тапқан тың дүниелерін жұмыста да енгізіп, елімізге тіпті шетелге де пайдасын тигізіп жатқанын білдік. Мынау енді біздің орталық, координациялық орталық. Бұл жерде мысалы мәйіттердің ағзасын бөлетін жер, қай жерге бару керек, қай жерде мәйіттер бар, қай жерге жаңағы санавиация бару керек, қандай жаңағы қызмет жасау керек, соның барлығын шешетін осы жерде мінекей біздің координация жасайтын орталық. Енді осы трансплантология қатысты кейінгі кезде небір даулар да туындап жатыр, осы органдарды біреулер сатқан, оны үстінен қарап отырған дейді, ақша жасаған дейді, ол қаншалықты рас? Вот білмеймін. Мысалы біз мына система, осы жүйе, ол сату алу біріншіден заңмен тыйым салған, сату алу. Екіншіден мына жүйе тіпті анау донор өзі білмейді кімге кеткенін. Ол ешкімге біз айтпаймыз. Мына донордың жүрегін алып, осы реципиентке салды деген біз мәйіттің жаңағы ешкімге де айтпаймыз. Өзіңіз егер донор болар едіңіз? Мен баяғыда айттым, мен донор боламын деп. Өзімнің жаңағы қолхатымды да бәрінде баяғыда тапсырып қойғанмын. Егер де мен ағзам біреуге келетін болса, алып сала берсін. Жақсылық Досқалиевпен жүргізген мазмұнды сұхбатымыз осындай болды. Келесі семейде жүздескенше аман болыңыздар.